Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен жеңіл әрі оңай печенье рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамына бір жұмыртқа, ұн, қант бар болғаны осылар қажет. Енді печеньемізді дайындауды бастайық. Ол үшін ыдысымызды дайындап аламыз, оған жұмыртқаны жарып аламыз. Үстінен 2 қасық қант қосамыз. Өзіңізге ыңғайлы қасық, шанышқы немесе венчикпен араластырып аламыз. Қант пен жұмыртқа бір-бірімен әбден араласу қажет. Оның үстінен 2 қасық ұн қосамыз. Ұнымызды араластырып аламыз. Бұндай жағдайда миксер қажет емес. Қазір дәмі тіл үйіретін печеньенің куәгері боламыз. Міне осындай орташа сұйықтықта массамыз пайда болады. Ендігі кезекте листімізді дайындап аламыз. Мен оған көбіретте қолданылатын пергамент қағазын салдым. Және осы печеньемді қасықпен үстінен құйып шықтым. Печеньеміз 180 градуста бар болғаны 3-ақ минутта дайын болады. Міне құлақ тәріздес печеньеларымыз дайын. Бастысы ыстық күйінде жабыстырып үлгерсеңіздер болғаны. Рецепт ұнаса каналымызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.